Біреулер бүйтіп айтады екен. Неге екен? Сендер что-то пайғамбар туралы көп айтып кеткен жоқсыңдар ма деп ше. Алладан что-то жоғары қойып жатқан сияқтысыңдар ғой деп ше. Ал керек па. Көке деймін да, біз баяғыда иман келтірген кезде айтып қойғанбыз. Абдуху ва расулуху деп. Ол Алланың құлы әрі елшісі деп біз баяғы иман келтірген кезде біздің пайғамбарды көтеруіміз, мәртебесін биік қылуымыз ол біздің емес. Ол Алланың өзінің берген жолы арқылы істелініп жатқан нәрсе. Ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'у. Алланы жақсы көремін десеңдер, маған ілесіңдер, аятта тұр ғой. Енді сен оған ілесу үшін ол кісіні тануың керек, айтуың керек, білуің керек, мақтауың керек. Сол кезде Ибн Касирдің айтатын сол ғой рахмаулла. Алланы жақсы көрем деп пайғамбарыңды танымайтын болсаң, ол адам өтірікші болады дейді. Сол үшін де Алланың махаббатына апаратын жол, жалғыз жол ол пайғамбардың жолы. Яғни пайғамбарды айту арқылы жету. Енді сол мәуліт айы бұл бір себеп қана. Себеп. Мен бүкіл жерде айтамын, ұмытпаған барлық жерде айтамын. Ағайындар, біз пайғамбарды мәулітте ғана еске алатын үммет болмауымыз керек. Пайғамбар жыл 12 ай тоқтамай айтылу керек. Негізінде. Көрдіңіз бе? Бұл мәулітті атап өту қашан аюбилердің заманында басталды? Неге басталды? Себебін қарашы, біз адамдар пайғамбарды бір жолата тастаған ғой. Адамдар пайғамбарды бір жолата тастаған, сүннетін бір жолата тастаған.